Қазақстан ажырасу деңгейі бойынша бүкіл әлемде екінші орында тұр. Ойлаңыздаршы, тіркелген 100 отбасының 45-і ажырасып кетіп жатыр. Және бірден бір себебі ол ақша. Көптеген отбасыларда ер азамат базалық қажеттіліктерді өтесем, азық-түлік алып берсем, мен отбасымды асырап жатырмын деп ойлайды. Бірақ шын мәніне келген кезде ол отбасының жинағы болмайтын болса, ол отбасы ешқашан тыныш өмір сүрмейді. Берген ақшасын міндетсініп, сол ақшаны қайда жараттың деген нәрсе әйел адамға қысым тудырады. Сол қысымның әсерінен үлкен дау пайда болады. Мысалы, салыстырмалы түрде Американы қарастыратын болсақ, олар үй боламын деген күннен бастап психологиялық терапияға жүгінеді. Олар үшін психология әлсіздік емес, ол ертеңгі күнді дұрыс жоспарлау. Сол сияқты бала туыла салысымен оған оның біліміне, жинағына, инвестицияға бөлек счет ашылып, сол жерге қаражат жинала бастайды. Яғни ол бала ертеңгі күні өскен кезде мен бір күнімді қалай көремін деп емес, болашақ армандарыма қалай жетемін деген идеологиямен өмір сүретін болады. Яғни уақыт өте келе ол баланың артында үлкен капитал болады, сол ақшаның әсерінен ол үлкен мақсаттарына өзінің болашақ жарымен бірге оңай, жеңіл, ешқандай эмоциялық қысымсыз жете алатын болады. Менің ойымша, егер сол американдық идеологияны қазақ қоғамына енгізетін болсақ, бір күнмен өмір сүретін адамдар азаяды, және де артық ақша болған кезде ғана ақша жинаймыз деген отбасылар жойылады. Соның әсерінен біздің қоғамда ажырасу деңгейі төмендейді деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар?